Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді тамшы самсаларын жасайтын боламыз. Қатпарлы өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керек заттың құрамын описание бөліміне толық жазып қалдырып кетемін. Ең алдымен ұнымызды құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне тұзымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді салқын суымызды арасына 3-4 бөлікке бөліп, осы ұнымызбен жақсылап қамырды илейтін боламыз. Қамырды илеу барысы біздің ұнымыздың тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін, сол үшін суды бөліп құйып отырамыз. Бізде қатты қамыр шығуы қажет. Бізде ешқандай ұн артық қалмауы керек. Ары қарай барлығын біріктіріп илеген кезімізде бізде қолға қатты қамыр шығады. Одан еш қорықпаңыздар, ол ие қанған кезде жақсылап жұмсаратын болады. Осылай білектің көмегімен жақсылап езіп, қамырымызды пакетке салып қоямыз. 15 минут тұрады. 15 минут өткеннен кейін біз қамырымызды қайта алып, тағы да 1-2-3 минутқа тағы да илейміз. Одан кейін 10 минутқа тағы да тындырып қалдырамыз. Ары қарай біз қамырымызды жая берсек болады. Біз қамырымыз тұрғанға дейін салмасын дайындаймыз. Пиязымызды жақсылап майда етіп тураймыз. Пиязымызды салғаннан кейін біз қара бұрышын, тұзын салып, өзіңіз қаласаңыз дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Осы пиязымызды жақсылап суы шыққанға дейін қолдың күшімен езетін боламыз. Сол кезде біздің самсаларымыз өте дәмді және сулы болып шығады. Құрметті көрермендер, қазақ арнасының көбеюіне өз үлестеріңізді қосу мақсатында маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен салмасына ет тартқыштан өткізілген сиыр етін қолдандым. Осы екеуін жақсылап, енді пияз екеуін жақсылап араластыратын боламын. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз салмамызды 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Ары қарай біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Жақсылап демалған қамырымыз жаюға өте ыңғайлы, жұмсарды. Осы қамырымызды енді жайма кәдімгі қамырауқатқа арналған қамыр секілді жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Өте жұқа болуы керек, сол кезде біздің самсаларымыз қатпарлы, әдемі болып шығады. Біз қамырымызды жайып болдық, осылай жұқа етіп, әдемі домалақ етіп жайып алдық. Енді осыған маргаринімізді немесе сары майымызды ерітіп, қамырымызға құятын боламыз. Сары майымызды қатты жібермей, орташа көлемде ерітетін боламыз. Енді барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Одан кейін ораймыз рулет қылып. Осы рулет қылып орағаннан кейін қамырымызды біз морозильникке жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Біздің қамырымыздың майы жақсылап сіңіп қатады. Одан кейін біздің самсаларымызды жаюға кірісетін боламыз. Міне осындай біздің қамырымыз қатты. Осыны енді 40 граммнан бөліп шығатын боламыз. Барлығын бір тегіс етіп бөліп шықсаңыздар, самсаларыңыз бір тегіс әдемі болып шығады. Сол үшін көз мөлшермен немесе осылай мен секілді тараздың көмегімен бөліп шықсаңыздар болады. Барлығын бөліп шығамыз. Одан кейін біз самсаларымызды түйуге кірісеміз. Өзіңіздің қалауыңызша түйсеңіздер де болады.
Екі бетін ұнға кішкене аунатып, шет-шеттерін басып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Одан кейін арасына салмамызды саламыз. Салмамызды салғаннан кейін өз қалауыңызша түйсеңіздер болады. Мен капля самсалар жасап жатырмын, яғни тамшы самсаларын. Ол үшін мен осындай қалыңдықта жайып, осының арасына салмаларымызды салып, самсаларымызды түйетін боламыз. Осылай жоғары жағына салмамызды саламыз. Кәдімгі үшбұрышты самса жасайтындай етіп, жақсылап біріктіріп алып, асты жағын біріктіріп, одан кейін бір-біріне жалғастырып, самсаларымызды түйетін боламыз. Бірінші бетін бір-біріне жабыстырып алғаннан кейін, екінші бетіне ауыстырып, барлығын біріктіреміз. Бізде сонда тамшы самсаларымыз дайын болып шығады. Өте жасалу жолы оңай, жасап көріңіздер, және де өте дәмді болып шығатын самсалардың бірі. Осылайынан жасап болғаннан кейін біз самсаларымыздың барлығын осы іспетті түйіп шығатын боламыз. Құрметті көрермендер, енді осы самсаларымызды духовкада 200 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Өзіңіздің қалауыңызша күнжут, мак сепсеңіздер өте әдемі болып көрінеді. Осылайынан біз самсаларымызды дайындап алсақ болады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, мен өте қуаныштымын, және де мені белгілеуді ұмытып кетпеңіздер. Комментарийге өз ойларыңызды, сіздер қалай жасайсыздар, сол бойынша бөлісіп өтсеңіздер де болады. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін менің арнама тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Самсаларымыз дайын болуға жақын. Енді қызып тұрған пешімізге салып 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Осындай әп-әдемі қып-қызыл болып шықты. Өте қатпарлы, және де ауызда жеген кезде қытырлап, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем.